Сәлем менің оқырмандарым. Бүгін YouTube бастағысы келетіндерге 5 кеңес айтатын боламын. Бұл кеңестердің бәрі өте маңызды, сондықтан жақсылап тыңдап алыңыздар. Бірінші совет. YouTube'да белсенді бол. Бұл өте маңызды. Егер уақытылы видео салып отпасаң, YouTube сенің видеоңды ретке шығармай қояды. Сосын ешқашан жылма. Бір подписчик болса да саған подписчик керек емес. Саған керегі бастысы желание. Желание болса сол уақытта бастап кет, әйтпесе кеш болады. Мені қараңыздар. Мен дами алмай жүрмін. Өйткені мен кеш бастадым. Сіздер кеш бастамай, ерте желанияларыңыз ұрып тұрғанда бастап кетсеңіздер өте жақсы болады. Екінші кеңес. Ешқашанда видеоңды туыстарыңа или достарыңа кіріп тіркеліп кетші, лайк баршы деп жібермеңіздер. Егер олай істейтін болсаңыздар, сіздің видеоларыңыздар YouTube ретке шығармай қояды. Себебі олар бір кіреді, сіздің көңіліңіз үшін кіреді и лайк басады, тіркеледі, шығып кетеді. И оны YouTube қызық емес деп ойлап қалады да, сіздің видеоларыңыздың ешқайсысын ретке шығармай қояды. Сол үшін табиғи жолмен просмотр, табиғи жолмен подписчик жинаңыз. Бұл өте маңызды, егер әрине сіз YouTube'ды дұрыс дамытқыңыз келсе. Бұл YouTube дамытқысы келетіндерге арналған. Үшінші кеңес. Ол әрине YouTube'дағы атыңызды дұрыстап қойыңыз. Мысалы, Qcell деген сияқты бұрынғы топтардың атын немесе біреуді жарнамалағыңыз келсе, соның атына ұқсастырып қойыңыз. Егер басқа ұзақ ат қойып кетсеңіз, көрермендер оны жаттай алмай қалады. Егер сіздің видеоңызды қатты қызығып көргісі келіп, қайталап көргісі келетіндер бар ғой, солар көргісі келіп қалады, и сіздің атыңыз ұзақ болса, оны жаттай алмай қалады. Сондықтан барынша қысқа ат қоюға тырысыңыздар. Енді қысқа ат қою дегенде тек қысқа ат қоя салмаңыздар, оның әдемілігі керек. Мысалы, сіздер құлаққа жағымды андай бірден атын көргенде қызық видео деп ойлап қалатындай ат қойсаңыздар, өте керемет болады, және көрермендер сіздерді бірден байқайды. Төртінші кеңес. Ол ең маңыздысы десем де болады. Видеоны дұрыс монтаждаңыз. Егер видеоны монтаждай алмасаңыз, сіздің видеоңыз ешқашанда ретке кірмейді деп айта аламын. Видеоны дұрыс монтаждау бұл негізі бір өнер десем де болады. Өте важный нәрсе ол, достар. Оған немқұрайлықпен қарамаңыздар. Видеоны монтаждау CapCut немесе InShot деген программалармен монтаждай беріңіздер. Олар өте керемет монтаждайды. Мен өзім CapCutпен монтаждаймын, кейде InShotпен. Бірақ сіздер CapCutпен монтаждай беріңіздер, ол оңай. Сондықтан келесі советке кеттік. Бесінші совет. Ол әрине дұрыс обложка жаса. Обложка деген не? Біріншісі оны тазалап кетейік. Обложка деген видеоның сәнін беріп тұратын бетіндегі сурет десек те болады. Ол видеоға көрік беріп тұрады. Көрермен сіздің видеоңызды бірден байқайды. Сол арқылы қызық или қызық емес екенін. Сол негізі көп адам ChatGPT-ді қолданады обложка жасау үшін. Алайда мен ChatGPT-ді қолданбаймын мүлде. Өзім табиғи жасаймын. Мен Canva деген приложениеден жасаймын. Ол маған өте ыңғайлы десем де болады. Canva приложениесі маған қатты ұнайды. Сол арқылы мен 5 минуттың ішінде ешқиынсыз обложка жасап аламын. Және сол обложканы видеоға қоямын. И сосын бірден 5-10 минуттың ішінде 10 просмотр жинап аламын. Егер сіздің обложкаңыз күшті болатын болса, тіпті 1000 или 10-100 мың деп кете береді. Монетизацияны қосқыңыз келсе, ең алдымен обложкаңызды дұрыстап алыңыз. Видео қызық болатын болса, тіркел. Менің арнамда күшті тарихқа және түрлі ойын видеолар шығып тұрады, или реакция. Өте қызықты видеолар шығады, сондықтан тіркеліп ал. Мен тағы көптеген пайдалы деректер айтатын боламын.